Сәлем достар, Асылжан асханасына қош келдіңіздер. Бүгін бауыр мен ірімшік қосылған бәліш дайындайтын боламыз. Алдымен бауырды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Ет тартқыш болмаса, блендерді пайдалансаңыз болады. Блендерде бауырды қатты шатпай, видеода көрсетілгендей дәрежеге жеткіземіз. Пиязды ұсақтап тураймыз. Қызып тұрған сұйық майға пиязымызды салып, мөлдір болғанша қуырып, үстіне бауырымызды қосамыз. Дәміне қарай тұз бұрыш қосып, бауырды әлсін араластырып тұрамыз. Егерде араластырмаса, бауыр жабысып қалады. Бауырды жабыспайынша араластырып, содан соң оттың орташа температурасында 10 минут бұқтырамыз. Дайын болған бауыр осындай болуы тиіс. Қамырын дайындау үшін жылы айранға тұз, қант, сұйық майды қосып жақсылап араластырып аламыз. Содан соң оның үстіне қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырдың бетін жауып, жылы жерге жарты сағатқа қоямыз. Піскен картопты пюреге айналдырамыз. Содан соң үстіне қуырылған бауырымызды қосып араластырамыз. Дайын болған қамырды бір жағы үлкен қылып екіге бөліп, үлкен жағын дөңгелек етіп жаямыз. Қамырды противенге салып, ортасына бауырды массамызды жаямыз. Қамырдың шетінен 2 см болатындай етіп қалдырамыз. Енді бауырдың үстінен ірімшікті күштен өткіземіз. Менде моцарелла ірімшігі. Қамырдың екінші бөлігімен бауырымызды жауып, екі шетін бірінші қысып басып шығамыз. Содан соң өрнектейміз. Бәліштің үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градус қызып тұрған пешке 40-45 минут дайын болғанша пісіреміз. Осымен бауырлы бәлішіміз дайын. Бәліш өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын. Келесі көріскенше сау саламатта жолығайық.